танысайық. Аңыз халық ауыз әдебиетінің жанры. Оқиғасы шындық өмірден алынады. Аңыз әңгімелер тарихта болған белгілі бір адамдардың атымен, іс-әрекетімен байланысты туады. Оқиға желісі күнделікті өмірде кездесетін қарапайым сюжетке құрылған аңыз әңгімелерде ертегілердей әсіре қиялдау көп кездеспейді. Сіздер бұған дейін Асан Қайғы, Қорқыт Ата, Қожа Насыр, Алдар Көсе, Жиренше шешендермен байланысты аңыздарды білетінсіздер. Бүгінгі сабақта жаһан кезіп, малға жұт болмайтын, елге жау тимейтін, жанға да, малға да жайлы мекен іздеген Асан Қайғы туралы білетін боламыз. Асан Қайғы кім? Міне осы сұраққа жауап алайық. Асан Қайғы Сәбитұлы 14 ғасырдың аяғы, 15 ғасырдың басында ғұмыр кешкен. Қазақтың данышпан, ақылгөй жырауы, өз дәуірінің абызы, бас биі. Шоқан Уәлихановтың айтуы бойынша қазақ халқының болашағын ойлаған дала философы. Осындай ойшыл, ел қамын жеп, қайғы қасірет кешкен Асан атына кейін қайғы сөзі қосылып аңызға айналып кеткен. Ол мемлекет қайраткері болған, Әз Жәнібек ханның ақылшысы. Әкесі Сәбит Арал өңірінің Сырдария жағасын мекен еткен. Қызылорда облысы Шиелі ауданы Жеті әулие қорымындағы Асан ата кесенесі Асан Қайғы мазары деп аталады. Асан Қайғының шығармаларын жинап, зерттеумен Шоқан Уәлиханов, Григорий Потанин, мәшһүр Жүсіп Көпеев, Сәкен Сейфуллин, Мұхтар Әуезов сияқты тұлғалар айналысты. Жыраудың ақындық мұрасын басып шығару 19 ғасырдың соңында басталды. Міне оқушылар, сіздер Асан Қайғы туралы деректермен таныстыңыздар. Асан Қайғының жерге айтқан аңызы шығармасының мазмұнымен танысып, шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтайық. Алдымен шығарманың тақырыбы мен идеясы деген не? Міне осының анықтамасымен таныс болайық. Шығарманың тақырыбын шығарманың идеясынан бөліп қарауға болмайды. Жазушы шығарманы не турада жазуын тақырыбы десек, шығармадағы суреттелген өмір құбылыстарына оның өз көзқарасы, қалай бағалаушылығы шығарманың идеясы болмақ. Шығарманы жазбас бұрын қандай мәселені оқушының алдына тартпақшы? Сол туралы аз ба, көп пе ойлайды. Сан алуан пікірлердің ішінен біреуі негізгі ойының қазығы етеді. Сол шығарманың тақырыбы саналады. Көркем шығарманың идеясын айқындау тек оның мазмұнын ғана айту емес, сол идеяны образ арқылы оқушыларының ой сезіміне қалай жететіндігін ашу. Міне, бұл анықтамаларды Зейнолла Қабдоловтың сөз өнері еңбегінен байқауға болады.